Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Жансая. Бүгін біз осындай банофи пай дайындайтын боламыз. Өте ерекше, өте керемет пирог. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен қамырын дайындап аламыз. Қамырын дайындау үшін ерітілген майға қантымызды, жұмыртқамызды салып жақсылап араластырып аламыз. Майды көрсеңіздер, ерітілген, бірақ қатты сұйық емес, қою болып ерітілген. Сондай қылып ерітіп аласыздар. Барлығын жақсылап араластырғаннан кейін ұнды қосамыз. Мен барлығын қосқан жоқпын. Белгілі мөлшерде бізде 200 грамын ғана қосып, бірінші жақсылап араластырып алдым да, сосын жетпегенін жай-жайдан қосып отырдым. Содан бір келкі қолға жабыспайтын қамыр иледім. Кейін илеген қамырымызды формочкамызға салып пісіретін жақсылап формасына келтіріп аласыздар. Форманың бортиктарын барлығын жақсылап келтіріп аласыздар да, ортасын вилкамен кесіп шығасыздар да, үстіне пергамент қағазын салып, үстіне кез келген нәрсені салуларыңызға болады. Менде үрме бұршақ болды, мен үрме бұршақты салдым. Яғни ортасы қатты көтеріліп кетпес үшін саласыздар да, дәл солай духовкада 180 градуста 15 минут жаңағы үстіндегі затпен пісіресіздер. Кейін оның үстіндегі затты алып тастап, тағы да бір 10 минут онсыз өзін жеке пісіріп аласыздар. Кейін піскен қамыр дайын болған, яғни тестамызды үстіне біз варенка, яғни вареный сгущенкамызды жағып шығамыз, жақсылап тұрып, барлығын бір келкетіп, және де алдын ала кесіп дайындап қойған банандарымызды тісіп шығасыздар. Одан кейін бетіне крем жағамыз. Кремді біз дайындау үшін сливкимізге қант ұнтағын қосып, жақсылап бір келкі қою болғанша жақсылап тұрып араластырып аласыздар. Кейін дайын болған кремімізді осылай арнайы ыдысымызға салып алып, арнайы формочкамен жаңағы пирогтың бетіне құйып шығасыздар. Осындай тәтті пирогымыз дайын болды. Ас болсын.